Қазақтар сендерге өсектерден басқа ештеңе керек емес болса, сендер қайтесіңдер осы әртістердің біреу айырылып жатыр, қосылып жатыр, анандай киім киген, мынандай киім киген, анау Бадықованың күйеуі шыққан жылап дейді. Сосын анау Тұрсынбек Қабатовтың айырылғанын айтып, әйелі шықты дейді, жылап дейді. Соларды қайтесіңдер сендер? Сендерге сонда айтарым бар мен. Қайтесіңдер? Мынау Қазақстанда не басқа проблема жоқ па? Өсектерден алыс жүріңдерсейші. Мына қоғамға кішкене мынандай саясатқа араласып, қаншама ауру балалар бар. Соларды кішкене аяққа тұрғызайық деп, НДС өсіп жатыр деп, налогтары өсіп жатыр, бәрі қымбаттап жатыр деп, сондай әңгімелер неге айтпайсыңдар? Қаншама проблема мынау толып жатқан. Өзіміз қазақ елімізде жүріп, қазақ мектебін аша алмай жүрміз ғой. Қазақ мектебін аша алмай жүрміз. Не айтасыздар сіздер осыған? Проблема деген міне жетеді. Сондай нәрселерді шешумен айналысайық. Көрдіңіздер ме сіздер мына баға не болып жатқанын, бәрі не болып жатқанын, бензиннің бағасы қаншаға өсіп жатқанын, сол мораторий болса да уже өсіретін жеріне дейін өсіріп қойды. Көріп отырсыздар ғой, қоғамымызда не болып жатқанын. Мына әртістерден басқа бізде проблема міне жетеді. Соны шешейік. Кішкене сауаттарыңды ашыңдарсай, сауатты болып, кішкене білімді болып, тартылып, сондай нәрсеге. Мынау енді масқара ғой. Мен ондай нәрселерді қарамаймын, болса біреулер отыр ана жерде, соларды нетіп өсектеп отыр, тағы да бір соң ойлаймын, олар кім не істеп жатыр деп. Мен Тұрсынбекті сыйлаймыз. Иә, не үшін? Ол айырылған үшін емес, оның өнері үшін. Әркімді өнері үшін ғана сыйлаймыз. Адам бітті. Ал мынау ішінде болып жатқан мынау ұрыс стресстері өздерің личный нелерінде, өмірінде болып жатқан, жекеменшік өмірінде болып жатқан, ол бізге қатысы жоқ ешқандай. Әркімнің өзі проблемасы. Сол үшін да давайте алға ұмтылайық, Қазақстанымызды көтерейік. Ояныңдар.